Нала. Әңгіме. Бағила мамандығы бойынша оқу бітірген соң облыстағы ауданның біріне есепші болып орналасты. Әдемші келген ақжарқын бой жеткен, жұмысқа кірген бойда ұжымды бірден баурап алды. Тіпті орталыққа жақын орналасқан колхоз бастығы Архат ағай да Бағилаға жарқын мінезі мен елгезектігі үшін жақсы қарады. Архаттың Еркін деген ұлы Бағиладан 2 жас үлкен еді. Колхозда науқан аяқталып, жұмысшылар мен малшылар бас қосқан бір жиында Еркін Бағиламен жақын танысты. Мінезімен адамды бірден баурап алатын қасиеті үшін Еркін Бағилаға бірден ғашық болды. Бағиланың мінезі жақсы болғанмен, өзіндік есебін жібермейтін, кісілерді әлеуметтік деңгейіне қарай бөліп жаратын әдеті де жоқ емес. 23-ке толған жасында өмірлік жолдасы етіп Еркінді таңдаған себебі де бар. Әкесі Архат ауыл-аймаққа сыйлы әрі аудандағы беделді адам. Сонымен Еркін мен Бағила танысқан соң 2 ай ішінде үйленетін болып келісті. Бағиланың ауылы мен Еркіннің туыстары құдалық, жөн-жоралғының барлығын жасады. Той күні белгіленіп, ағайын туған, дос-жаран, алыс-жақын таныстың бәріне шақыру билеттері жөнелтілді. Бұл тойға бүкіл ауыл боп дайындалды десе де болады. Той күні қарсаңда мал сойылып, әйелдер қазан асуға да дайындала бастаған еді. Аудан орталығына жақын орналасқан ауылдағы сыйлы ақсақал Битас атаның үйіне 2 милиционер кіріп келді. Бағила қайда? Үйдегі кемпір шалға қойылған алғашқы сұрақ осы болды. Бағиласы несі? Ол кім? Қариялар аң-таң. Архат ағай басқаратын колхоздағы көне көз 2-3 ақсақал болса, соның бірі осы Битас. Ақсақалдың аудан орталығында тұратын ағайыны балаларында жазда осы ауылға жіберіп тұратын. Ағайының ұлдарының ішінде Жұмаш келісті келбетімен көз тартатын көрікті жігіт боп ержетті. Мектепті бітірген соң Москваға оқуға түскен. Заңгер мамандығын алып шыққан соң елге оралып, қалаға жұмысқа тұрды. Ауылға ағайындарына келген кезекті сапардың бірінде ол Бағиламен танысты. Бағиланың бұл кезде басы бос емес еді. Ол уақытта Мәскеуде кім көрінген оқымайды ғой. Өзі сұлу, өзі сымбатты, әрі оқыған мықты жігітті көрген Бағила оған бірден жабысты. Еркінді мүлде ұмытты, бірақ сыр білдірмеуге тырысты. Аңқау Жұмаш оның басқа жігіті барын байқамады да. Іштей пысықта ақ көңіл қызға үйленуге бекінді. Еркінің ойында да түк жоқ. Бағиланың той қарсаңда бұны тастап кететіні үш ұйықтаса да түсіне кірмеген. Бағила болса 2 жігітті іште бір салыстырып алды. Екеуі де мырза, бірақ Еркін оқымаған, әкесі ауқатты болғанмен өзінің мамандығы жоқ. Ал Жұмаш әрі көркем, әрі Мәскеуде білім алған. Ең бастысы қызметі бар. Жуырда білде бір мекеменің басшысының орынбасарлығына тағайындалғанын деп жатыр. Туыстарда ауқаттырақ. Тойына тура 2 күн қалғанда Бағила ғайып болды. Төңіректегі елден, қалыңдықтың құрбы құрдастарынан оның қайда кеткенін сұрай-сұрай, жан-жақтан іздеген Еркіннің үй іші әбден шаршады. Бір күн өткенде жоғалған қалыңдық туралы хабар милицияға жетті. Құқық қорғаушылар Жұмаш жиі баратын Битас атаның үйін ішіне дейін тінтіді. Сөйтсе, Бағиланың Жұмашпен қашып кеткені туралы әңгіме елден бұрын милицияға жеткен екен. Еркіннің үй іші үйлену тойына 500 адамды шақырып қойғанына Жұмаш пен Бағила пысқырып та қарамады. Асқақ тағайдың беделім, тіпті қалың мал, тағы да басқа сый-сияпатқа кенелген Бағиланың ата-анасына да ойламады. Елден ұят болды деген ой қаперіне де кірмеді. Сөйтіп, Еркін екеуінің үйлену тойы өтуіне 1 тәулік қалғанда Бағила Жұмаштың үйіне келін боп түсті. Бөлек ауыл болған соң Жұмаштың ата-анасы оқиғадан бейхабар еді. Жұмаш жылдарына сүйкімді де ақжарқын қызы келін қып әкелгеніне риза. Беташарын өткізген соң қыздарыңызды алып қаштық деп Бағиланың үйіне кісі жіберді. Бағиланың анасы жүрегін ұстаған күйі ауруханаға жеткізілді. Үлкен ағасы ызадан түтігіп, теріс қарап сөйлемей қойды. Өзге туыстарды құйрық бауыр жеп, дәстүр жоралғыларды өтеген құдалардың бетіне қалай қараймыз десті. Үйлену тойы болайын деп отырған қыздың бөтен біреумен қашып кеткеніне Бағиланың жақындары да, Еркіннің ағайындары да налыды. Бағила болса елдің пікіріне құлақ асқан жоқ. Жұмаштың жанында көк волгамен зырғытып жүр.
Қалаған киімін алып киеді, ұнаған затына қол жеткізеді. Екі тараптың арасындағы дау-дамайға тіптен қатысы жоқ кісідей жайнан қағып күлімдеп жүр. Бетін шымшып, ұятай, ана жігітке обал болды-ау деген жеңгелеріне Бағила: ой жеңеше, саспаңыз, Жұмаш мықты, әлі сіздерге бағалы тон кигізеді деп беттерінен сүйіп қояды. Бағиланың жөнсіз лыпылдағанына жеңгелер де үйреніп кеткен. Өзі білсін, деді де қойды. Алайда Бағиланың еркінге деген сатқындығын өзінің туған ағасы өмір бойы кешіре алмады. Жұмаш пен Бағила арасында дәулетті өмір кешті. Нарық кіріп, ел тұрмыс тапшылығын көргенде бұлардың аузынан ақ май ақты. Басқалар бір бөлке нанға әрең қол жеткізген уақытта бұлар шет елдік мәшинеге мініп жүйткіп жүрді. Жұмаш қызмет жолында бірден өрлеп, облыстағы лауазымы иесі атанды. Бұл кезде ұл қыздары ер жетіп қалған. Балаларын шет елге оқытты. Ірі қалалардан қымбат пәтерлер алып берді. Бағила басқалар кимегенді киіп, өзгелер ішпегенді ішіп дегендей шалқып өмір сүрді. Бірақ оның туған ағасы баяғы оқиғаны ұмыта алмады. Қарындасымен сол күйі сөйлеспей қойды. Ол үйлену тойы алдында тастап кеткен еркін күйіктен ішіп кетті. Жұмаш пен Бағила болса бақытты. Жұмаштың қызметі бұрынғыдан да өсіп, елеулі тұлғаға айналды. Өздері сияқты игі жақсымен құда болды. Бір қызы министрдің ұлына берді. Екінші қызы жер басқармасының отбасына ұзатылды. Үшіншісі атақты бір байдың кенжесімен бас қосты. Ұлдары да Бағиланың үйретуімен тек қана ауқаттылардың қызын аңдыды. Екі ұлдың екеуі де елдегі аса биік мансаптының қыздарын келін қып түсірді. Сөйтіп, Жұмаш пен Бағиланың бағы асқындап, дәулеті тасыды. Ірі қалалардың бәрі демесек те бірнешеуінен үйлер алып қойды. Жері өзгеде жылжымайтын мүлкінге қарап, ел бұлардың мұртын балта шаппас деп ойлады. Бағиланың баяғы опасыздығы ел есінен шықса керек. Жұрт пайдасы тиер деген жақынпаздықтан ба, бас қосқан жерде Жұмаш пен Бағила балаларымыз сіздері болсын деп бата жасайтын болды. Тіпті осылар сияқты дәулетті болсын деген ниетпен немерелеріне Жұмаш, Бағила деген есімдер қоятындар шықты. Бұл өңірде екеуінен асқан қадірлі адам жоқ. Ең сыйлы отбасы қайсы десе, Жұмаш пен Бағиланы айтатындай ақ. Мейманасы тасыған, баршылықтан басқаны көрмеген, кемдік дегенді білмейтін бір әулет еді. Тек Бағиланың үлкен ағасының қарындасына деген ызасы тарқамады. Шақырған тойына бармайды, тіпті сәлемін де алмайды. Жұрттың алдында жерге қаратқаны жүрегіне мұз боп қатып қалса керек. Жаздың жаймашуақ бір күнінде Жұмаш пен Бағила үйленгендеріне 25 жыл толған мерейтойларын дүркіретіп атап өтті. Ас төк жиында айтылмаған жылы сөз, көрсетілмеген құрмет қалмады. Балалары екеуіне қос-қостан көлік мінгізді. Бұрында машиналары жетеді. Ауылға мінуге де 4 жеңіл көлік сатып алған. Қала ішіне арналғаны 3. Жұмаштың достарымен қыдыруға арналғаны 4 дегендей. Есептемеген адамның саусағы жетпейді. Жоғары лауазымды құдасы шет елге саяхат билетін сыйлады. Қыздары бриллиант, алтын, сырға сақинаға Бағиланы бөлеп тастады. Жұмаштың бастық дос жарандарының әрқайсысы ұсынған конверттерді ашқанда көк қағаз жердегі кілем үстіне сауылдап төгіліп жатты. Дәулетті отбасының мерейлі тойы өткен соң Бағила өзін жайсыз сезіне бастады. Жеке дәрігерлерін бірін шақыртып еді, суық деген деп жеңіл-желпі диагнозын бірін қоя салды. Қажетті дәрі-дәрмектің неше түрін қабылдады. Дәрі ішіп, ең қабылдаған сайын Бағиланың ауруы қоза берді. Халі нашарлап, әлсіреген ол ең қымбат аурухананың біріне жатқызылды. Елдегі дәрігерлер әртүрлі диагноз қойып, нақты емін таппаған соң, Жұмаш әйелін қаратуға шет елден маман шақырды. Көзілдірік таққан европалық дәрігер әйелді жақсылап тексеріп шықты да, күйеуін жеке шақырып алып, бұл аурудың жазылуы қиын екенін, бірақ бар мүмкіндікті салатынын айтты. Қызметті де, қажетті де дүниесінде ақшаға сатып алып үйренген Жұмаш, әйелінің ауруды ақшаның күшімен жазылады деп бексенді. Ел ішіндегі емхана, ауруханалар біресе жатқызып, біресе шығарып, нақты нәтижесі көрінбеген соң, Бағиланы емдеу үшін дамыған мемлекеттің біріндегі жеке меншік ауруханаға апарды. Бірақ
нәтиже көңіл көншітерлік емес еді. Жоғары білікті ғалым дәрігер Бағиланың ары кетсе 3-4 жыл өмір қалғанын айтты. Оның өзінде де дәрінің күшімен ғана созуға болады екен. Еңсесі түскен Жұмаш 40-тың ортасындағы әйелінің кенеттен ауыр науқасқа шалдыққанына кімді кінәларын білмей аласұрды. Бөтен мемлекеттің ең қымбат, ең мықты деген ауруханасында 1 жыл жатқан Бағила есінен мүлдем айрылды. Көзін жұмып, тілсіз жатқан әйелін қарату үшін Жұмаш енді мұхиттың ар жағындағы мемлекеттің атақты дәрігерін алдырды. Ол да алдыңғы маманың сөзін растап, ары кетсе 3-4 жыл деді. Жұмаштың берекесі кетті. Енді әйелін сақтап қалу үшін әр өңірден алып қойған жерлерін, үйлерін сатты. Емші домышылары да пайдаланды. Бірақ Бағилаға ем қонбады. Бір шетелден екіншісіне, одан үшіншісіне ұшақпен тасымалдап жүргенде 3 жыл өтті. Жер бетінде Бағиланы қарайтын дәрігер қалмады десе де болғандай. Жұмаштың ақшасы судай ақты. Қатерлі дерт Бағиланың бойын меңдеп, 4 жыл өткенде әйел есін жимаған күйі дүниеден озды. Еркін болса, 1-2 жыл ішінде ішкіштігін қойып, өзге облыстың Жамал деген қызына үйленген болатын. Жамал оған бақ боп қонып, бүкіл өмірінде еш қиындық көрмей тіршілік етіп келеді. Бүгінде жасы 70-ке толған ол 5 баладан 8 немере көріп отырған бақытты ата еді.